Айдананың таңы әдеттегідей басталды. Таңғы асқа жұмыртқа қуырып, хош иісті қара кофе демледі. Ас үйдің терезесінен түскен күн сәулесі үйдің ішін жылылыққа толтырып тұр. Үйдің жайма-шуақ тыныштығын екі баласының қырқылдаған күлкісі бұзды. 5 жасар Әлихан мен 7 жасар Аружан мультфильм көріп, бір-бірімен таласып жатты. Айдана олардың үстінен күлімсіреп, күлкілерін үзілмесін шырақтарым деп іштей күбірледі. Бұл оның өмірі, оның бақыты. Әңгімені жалғастырмас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Осы сәттер үшін ол бәрін беруге дайын. Еркебұлан оның күйеуі, қолында ноутбугымен ас үйге кірді. Оның жүзінде ұйқының ізі бар, бірақ көздері мейірімді, жарқын. Таңғы ас дайын жаным деді Еркебұлан Айдананың иығынан сипап. Әрине, міне қазір дайын болады, кел отыр деді Айдана күлімсіреп. Олар таңғы асты бірге ішті. Еркебұлан жұмыстағы іс сапары туралы әңгімеледі. Ол басқа қалаға бір аптаға кететін болды. Айдананың жүрегінде бір қызық сезім пайда болды. Бір жағынан оның кеткенін қаламайды, сағынатынын біледі. Екінші жағынан іштей бір тылсым сезім, кінәлі сезім оны мазалап тұрды. Бұл сезім оның санасында бұрын-соңды болмаған. Ол Еркебұланның бетінен сүйіп, сапарды аман бол, күтеміз деді. Еркебұлан кеткеннен кейін үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Балалар мектеп пен балабақшаға кетті. Айдана жалғыз қалды. Телефонын алып, әлеуметтік желілерді ақтарды. Бір кезде оның саусағы Арманның парақшасына тоқтады. Оның суреті өзгерген, есейген, қасында әйелі, 2 баласы, оның да 2 баласы бар. Екеуі де бақытты көрінеді. Олар бір қалада тұрады. Осы қаланың ауасын жұтып, осы қаланың көшелерімен жүріп, бір-біріне кездеспеуі мүмкін емес. Кейде екеуінің арасында әлеуметтік желі арқылы қарапайым хабар алмасу болып тұрады. Қалың қалай, жұмыстарын қалай деген сияқты. Бұл хабар алмасулар жай ғана достық қарым-қатынас болып көрінді. Бірақ Айдананың жүрегінің түкпірінде бір сезім тығылып тұрған еді. Ол сезім алғашқы махаббаттың елесі. Мектептегі кезден Айдана мен Арман ол кезде Айдана 16-да, Арман 17-де еді. Олардың махаббаты тым нәзік, тым шынайы болатын. Мектептегі сабақтардан кейін олар саябаққа барып бірге жүретін. Қыстың суық кезінде олар бір-бірінің қолын ұстап, жылылықты сезінетін. Айдана Арманның күлімсіреген жүзін, оның жылы көздерін, сөздерін, оның әзілдерін ешқашан ұмытпайды. Олар бір-біріне әрдайым қолдау көрсетіп, қиын сәттерде бірге болатын. Олар бір-біріне ешқашан айырылмаймыз деп уәде берген. Олардың болашағы жарқын көрінді. Олар бір университетте оқимыз деп армандады. Олардың махаббаты қазіргі жастардың махаббатына ұқсамайтын. Ол кезде олардың арасындағы сезім таза, ешқандай қателікке жол бермеген. Бұл 2 жастың таза жүрегінен шыққан сезімдер болатын. Бірақ тағдыр оларды бөлек жазды. Арман басқа қалаға оқуға түсіп, Айдана осы қалада қалды. Бастапқыда олар хат алмасып, телефонмен сөйлесіп тұрды. Бірақ қашықтық пен уақыт өз дегенін істеді. Олардың арасындағы қарым-қатынас бірте-бірте суыды. Айдананың оқығаны, Арманның өз қаласындағы жаңа достары, жаңа өмір. Бұл олардың арасын алшақтатты әрине. Бір күні Арманның хабарламасы келмей қойды. Айдана оның басқа қызбен жүргенін естіді. Бұл оқиға Айдананың жүрегіне ауыр тиді. Ол Арманды жек көргендей болды, бірақ ұмыта алмады. Уақыт емші. Айдана өзінің өмірін жаңадан бастады. Ол өзін дамытып, жаңа адамдармен танысты. Бір кезде оның өміріне Еркебұлан кірді. Еркебұлан Арманға ұқсамайды. Ол сабырлы, нақты болашақты ойлайтын адам. Еркебұланмен бірге Айдана өзін қауіпсіз сезінді. Ол оны қорғай алатын, оған қамқорлық жасайтын адам екенін түсінді. Олар үйленді, 2 бала сүйді. Айдана Еркебұланның адал жары, балаларының қамқор анасы болды. Ол Арманды ұмытқандай болды.
ұмытқандай ғана. Себебі кейде балалар ұйықтап жатқанда жүрегінің түкпірінен ескі суыған сезім қайта оянып, оны мазалайтын. Қазір ол үйленгеннен кейін Арманмен әлеуметтік желіде қайта хабарласа бастады. Әрине бәрі де қарапайым, қалың қалай, жұмыс қалай деген сұрақтар. Кейде оның балаларының суретін көріп, бақыттысың деп жазады. Бұл хабар алмасулар олардың екеуінің де өмірінде ешқандай өзгеріс әкелмейтіндей көрінді. Бірақ Айдананың ішінде бір тылсым күш пайда болды. Ол әлде бір күндері Арманды көруге асыққандай. Оның да 2 баласы бар, әйелі бар. Бәрі осы қалада. Бұл тығырық. Еркебұланның іс-сапары жарияланған кезде Айдананың жүрегіндегі сезімдер күшейе түсті. 1 апта бойы жалғыз қалатынын білгенде ішінде бір қызық сезім пайда болды. Bir жағынан кінә сезімі, екінші жағынан бостандық сезімі. Ол өзіне бұл қате деп айтты, бірақ Арманға кездесуге ұсыныс жасаған хатты өшіре алмады. Еркебұлан кеткеннен кейін 2 күннен соң Айдана Арманға жазды. Қалың қалай, қазір боссың ба? Кофе ішуге шығасың ба? Арманның жауабы тез келді. Шығамын, қашан, қайда? Құдды бір Арман да осы кездесуді күткендей. Айдананың жүрегі қатты соқты. Ол ешкім білмейтін тыныш бір кафе таңдады. Кінә сезімі оны мазаласа да, ол бұл кездесудің қандай болатынын білгісі келді. Ол бұл кездесудің тек ескі достық қарым-қатынасты жаңарту екеніне өзін сендірді. Ештеңе болмайды, біз тек сөйлесеміз, бәріміз үйленгенбіз ғой, ештеңеге алаңдаудың қажеті жоқ деп қайта-қайта өзіне айта берді. Кездесу күні Айдана өзіне ерекше қарады. Әдеттегі көйлегін киіп, аздап боянып шықты. Көлікке отырып жүргізіп келе жатқанда қолы қалтырап тұрды. Жүрек соғысы жиіледі. Кафеге кіргенде Арманды бірден таныды. Ол әдеттегідей қарапайым киінген, бірақ оның жүзінде жылдардың ізі қалған. Шашына аздап ақ түскен, бірақ көздері әлі де сол баяғыдай. Айдананы танығанда оның көзінде бір жылылық пайда болды. Олар бір-біріне қарап күлімсіреді. Ол уақытты артқа қайтарғандай болды. Олар орындыққа отырды. Бірдің жағдайларын сұрасып, балаларының суреттерін көрді. Бір-біріне көрсетті, олар өзіне ұқсайды. Оның да жүрегінде қатты сезім оянды. Бұл сезімдерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Олар кофе ішіп отырды. Арасында үнсіздік те болды, бірақ бұл үнсіздік ыңғайсыз емес, керісінше тыныштық әкелгендей. Олардың қолдары бір-біріне тиіп кеткенде екеуі де селт етті. Бірақ олар бұған мән бермегендей болып әңгімелерін жалғастырды. Әңгіме бара-бара ескі күндерге ауысты. Олар саябақтағы орындықты, мектептегі сабақтарды, бір-біріне жазған хаттарын еске алды. Айдананың көзіне жас келді. Ол өзін тоқтата алмады. Арманым, неге олай болды, деді ол. Арман оның қолынан ұстады. Мен де білмеймін, біз жас болдық, қателік жасадық. Олар біраз уақыт үнсіз отырды. Арманның қолы жылы еді. Ол Айдананың қолын сипады. Айдананың жүрегі қатты соқты. Ол бұрынғы сезімдердің қайта оянғанын сезді. Бұл сезімдер күйеуімен ешқашан болмаған. Бұл сезімдер тым шынайы, тым ыстық еді. Ол Арманның көзіне қарады. Оның көзінде де осы сезімдердің бар екенін көрді. Олар бір-біріне жақындай түсті. Бірақ сол сәтте Айдананың телефонына хабарлама келді. Бұл Еркебұлан еді. Ұшаққа отырамын. Өзіңді және балаларды сағындым деп жазылған. Айдананың қолындағы телефон дірілдеді. Бұл Еркебұланнан келген хабарлама болатын. Ол ұшаққа отырамын. Өзіңді және балаларды сағындым деп жазыпты. Айдананың жүрегі шым ете қалды. Ол Арманның қолын босатып алды. Оның жүзіндегі күлкі жоғалып, орнына ойлы кейіп пайда болды. Сонымен сол кездесу аяқталды. Арада айлар өтті. Айдана өмірін жалғастырды. Балалар өсті, күйеуімен бірге жаңа қалаға көшті. Бірақ жүрегінің бір бұрышында Арман деген есім, көзқарас, дауыс сақталып қалды. Ол оны ұмытпады, бірақ ешқашан іздемеді де. Себебі кей махаббат өмір бойы сақталатын естелік. Ол міндетті түрде бірге болу үшін емес, жүрекке жылу беру үшін келеді. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.
ал сіз алғашқы махаббатыңызды ұмыта алдыңыз ба?